Қарағанды облысында шағын және орта бизнесті қолдау шаралары белсенді жүргізілуде. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде өңірдегі кәсіпкерлерге пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялаудан бастап өндірістік нысандарға қажетті инфрақұрылым тартуға дейінгі кешенді көмек көрсетіліп келеді. Мемлекеттік қолдау шараларымен кредиттік портфельдің жалпы сомасы 57,2 миллиард теңгеге 416 жоба қамтылды. Бұдан басқа бұрын қолдау тапқан 1,7 мыңға жуық жобаны қаржыландыру жалғасуда. Қаржылық қолдау алған басым бағыттар өңдеу өнеркәсібі, сауда, туризм, IT, көлік, денсаулық сақтау және білім беру салалары. Жергілікті кәсіпкерлікті әсіресе ауылдық жерлерде дамытуға бағытталған өрлеу және іскер аймақ бағдарламаларына ерекше көңіл бөлінуде. Осы жобалар аясында бизнес өкілдері инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға жеңілдетілген қаржыландыру ала алады. Бағдарламада қаржыландыру сомасы 200 миллион теңге дейін, кредиттеу мерзімі 3 жылға дейін 12,6%-дан пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, сондай-ақ инфрақұрылымдық және қаржылық емес қолдау көзделген. Жеңілдетілген шарттар басым қызмет түрлер бойынша бөлінетінін айта кеткен жөн. Бұл экономикалық өсімді ынталандыруға және өңірде жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта облыста 94 500-ге жуық кәсіпкер жұмыс істейді.